Қала халқын қандай мәселе толғандырады? Шаһарда шешілмей жатқан нендей проблемалар бар? Облыс орталығының қыс мезгіліне даярлығы қалай? Осы және өзге де сұрақтар Тараз қаласында атқарылып жатқан жұмыстар бойынша өткен кеңесте қаралды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өзі қалалық әкімдікке келіп, жауаптылардан жыл бойына берілген тапсырмалардың орындалу барысын сұрады. Тараз қаласы аймақ айнасы, шаһардың шырайын кіргізіп, көркейе түсуде. Ондағы проблемаларды уақытында шешуге атқарушы билік аттан түспеуі тиіс. Бұл мәселе бір сәтте облыс әкімінің назарынан тыс қалған емес. Бұл жолы да қаланың әлеуметтік экономикалық дамыту бағытындағы берілген тапсырмалардың орындалу барысы сұралды. Жыл басынан бері Тараз қаласының әкіміне тікелей 391 хаттамалық тапсырмалар беріліпті. Бүгінгі күнге дейін олардың 67% орындалған. 103-і тұрақты бақылауда болса, 15-і іс жүзінде. 7 тапсырма өз деңгейінде орындалмай отыр. Таразда өнеркәсіп өндірісі төмендеген. 3 ірі кәсіпорында өнім шығару көлемі айтарлықтай азайған. Бердібек Сапарбаев алдағы қыс маусымына даярлық барысында сұрады. Қала басшылығы техникалар мен қажетті интернетті материалдардың сақадай сай тұрғанын жеткізді. Қысқы күтіп ұстау жұмыстарға 50 миллион теңге бөлінген. Жауапты мекеме Жасыл Тараз. Тағы 2 мекемемен қосымша келісімшарт жасалған. Облыс әкімі алдағы аптада техникалардың дайындығын тексеретінін айтты. Келісімге тұрып қойғанбыз, үйтіп қойғанбыз деген болмау керек. Вот мынаншама грейдер, мынаншама жаңағы не самосвал, ертең жаңағы қарды таситын деп, бұл жерден де көпте қар болмайды ғой. Бірақ сонда да ертең жұрттар жұмысқа бару керек, басқа жаққа бару керек. Жол, тротуар барлығы таза болу керек. Вот соған. Осының барлығының есебі болуда да. Мені айтуым керек сен. Міне бізде мынаншама шақырым жол бар, мынаншама шақырым тротуар бар. Соған мынаншама техника керек, мынанша грейдер керек, мынанша там самосвал и так далее деген. Бізде нақты бары мынандай деп. Тараз қаласын тіршілік нәрімен тиісті деңгейде қамту жұмыстары қолға алынғаны белгілі. Арық атыздар аршылып, қирағандары қалпына келтіру бойынша тапсырмалар берілген болатын. Алайда бұл бағыттағы сапасыз атқарылған жұмыстарға сын көп. Қатарымыз деп қаржыны қалтаға басқан мердігерлер тарапынан кеткен кемшіліктер жетерлік. Аулаларды абаттандырушы компаниялар арасында жұмысы жүрдім бардым атқарылғандары аз емес. Бей-берекет шашылған қоқыстар дер кезінде жиналмайтыны тағы бар. Облыс орталығында құрылысы тоқтап тұрған 35 анықталған. Инфрақұрылымды дамыту ісі де кезек күттірмейді. Жабайы жарнаманы түзеу ісі ақсап тұр. Облыс әкімі әр істе нақты нәтиже болу қажеттігін қатаң ескертті. Басталған тірлік аяқсыз қалмауы тиіс. Ол үшін қала әкімінен бастап бөлім басшыларына дейін шаһарды шарлап өзекті деген мәселелерге мән беру керек. Әсіресе құрылыс жұмыстары қатаң бақылауда болғаны жөн. Аймақ басшысы сондай әлеуметтік маңызды тауарлардың бағасына баса мән беру керектігін ескертті. Әлеуметтік дүкендердің санын арттырып, азық-түлік сақтау қоймаларын көбейту керектігін айтты. Қала әкімі мен жауапты басшыларға алдағы уақытта жұмысты жүйелендіру міндеттелді. Нұрдәулет Асан, Азат Байтемір, 7-7 News.